Бұл зомбилерді ешқашан көрмегендей, олар мутацияға ұшыраған, бірақ әлі де бұрынғы өмірлерінен қалған әдеттерін сақтаған. Бұл біреуінің миы жоқ, бірақ айналғанға дейін ол биіктікке секіруші болған. Ол күні бойы секіріп жүреді. Зомби вирусы оны күшейткендіктен ол ешбір адам жетпейтін биіктікке жетеді. Бұл әйел шопингке құмар болған, ол тек заттар сатып алу туралы ойлайды. Ал костюм киген адам оң қолы көтерілген, сол көзін сағатына қадап, таңғы жолға шыққандай көрінеді. Соңғысының бәрі басқалардан да өтеді. Ол Спайдерменнің құмар жанкүйері болған болуы керек. Бәрі бірнеше күн бұрын басталады. Ол Хидео Сузуки, сәтсіз манга суретшісі. Ол 10 жылдан астам уақыт сурет салып, еш нәтиже көрсетпеген. Ол атақты суретші Мацуокаға ассистент болып, кішкентай манга студиясында жұмыс істейді. Әріптестері онымен қоқыс сияқты қарайды. Үйде оның қызы Тихо үнемі оны мазалайды. Ол тіпті негізгі жалға да төлей алмайды, негізінен өмір сүріп жатыр, бірақ еш нәрсе оның арманын өлтірмейді. Ол өзінің манга кейіпкерлеріне терең еніп, өзін батыр ретінде елестетеді. Ол тіпті ақша жинап, мылтық сатып алады. Содан кейін бас тарту хаттары жалғаса береді. Тихо оның армандарын таза елестеп атайды. Ол оларды бірден лақтырып тастайды. Ешқайда барар жері жоқ, Хидео студияда қалады. Ешкім білмейді, бірақ жұмбақ вирус Токиода тыныш тарап жатқан. Студияда демалып жатқан кезде Хидео күтпеген қоңырау алады. Тихо өкініп жатқан. Ол аспанда жүзеді. Келесі күні таңертең ол таңғы ас ішіп, оны алмастыруға асығады. Бірақ келгенде есік жабық. Ол шақырады, ештеңе. Ол есікті ашады. Көргені қанын тоңдырады. Тихо төсегінен баяу көтеріледі, содан кейін еденге құлайды. Ол қатты құрысып бастайды. Ол есікке қарай еңбектеп мүлдем бұралып қалған күйде. Хидео әрекет ете алмай тұрғанда ол оған соғылып құлатады. Тихомен бірдеңе дұрыс емес. Ол оны ішке қайтаруға тырысады. Ол ұмтылады және тістейді, бірақ тек есік жақтауын ұстайды. Күші соншалық, алдыңғы тістері сынған. Хидео таңғалып тұрады. Ол ішке итере бастайды және қайта шабуыл жасайды. Ол оның қолына ұмтылады, бірақ бақытымызға оның тістері қалмаған. Ол босануға тырысады. Содан кейін ойланбайтын нәрсе болады. Еденде жатқан өткір трофейге Тихо құлап түседі. Ол жоқ. Хидео заттарын алып жүгіреді. Жаяу жол үстінде ол мүлдем қорқып тұрған әйелді көреді. Үстінде жойғыш ұшақтар зулайды. Бірдеңе үлкен болып жатқанын сезеді. Расында да көшеге түскенде зомбилер қазірдің өзінде топта. Адамдар тіпті білмей тұрып құлатылады. Хидео полицияны көріп көмек сұрап жүгіреді. Полицей айналып үлгерген. Хидео қашады. Ол қауіпсіз жер іздейді, бірақ зомби тобына тіке кіріп кетеді. Қала толық хаосқа ұласып кетеді. Вирус тез тарайды. Барлығы өмір үшін қашады. Автокөлік апаттары барлық жерде. Паникада Хидео ішінде жүргізуші ұйықтап жатқан таксиді табады. Ол мініп кетуге дайын тұрғанда Хироми есімді қыз жүгіріп келіп мініп кетеді. Содан костюм киген адам оларды ұстап қалады. Ол айналып үлгерген, бірақ әлі телефонда. Хидео мылтығын көтереді, ойланбастан. Содан көлік сигналы шығады. Ол оны шындыққа қайтарады. Бұл тек ойында еді. Екеуі және тағы бір адам таксиге секіріп мінеді. Радиодан бүкіл Токио құлағанын естиді. Хидео басқа адамның түрі өзгергенін байқайды. Ол мініп үлгергенге дейін тістеліп қалған, енді айналып жатыр. Ал жүргізуші бейхабар түрде оған майлық ұсынады. Адам оны тістеп алады. Зомби келесі Хидеоға ұмтылады. Жүргізуші соңғы сәтінде артқы есікті ашып тастайды. Хидео адамды бір рет теуіп шығарады, содан тағы бір рет жақсылап. Қауіп өтті. Бірақ дағдарыс аяқталған жоқ. Жүргізуші толық айналып, газды 160 км/сағатқа басады. Көлік тас жолмен ұшып, барлығына соғылады. Хидео Хиромиді артқы орындыққа тартады. Жүргізуші шабуылдайды. Олар қауіпсіздік белдігін тағуға тырысады. Көлік басқа көлікке соғылып, аударылады. Белдік оларды құтқарады. Олар сыртқа шығып, бүкіл тас жол толық тұрып қалғанын көреді.
Хирами телефонын тексеріп, хабарлама табады. Вирус қаншалықты қорқынышты болса да, экстремалды суықта және биіктікте өмір сүре алмайды. Екеуі де алыстағы Фудзиямаға қарайды. Олар сол жаққа баруы керек. Олар бірден жолға шығады. Қараңғы түскенше жүреді, және тозығы жеткен тасталған ғибадатханада түнейді. Келесі күні таңертең Хидио оның мойнындағы тістеген іздерді байқайды. Оның жүрегі тоқтайды. Ол қаруын көтереді. Хирами мойындайды. Бірнеше күн бұрын нәресте тістеген. Ол жұқтырған болуы мүмкін, бірақ неге әлі толық айналмағаны өзінде білмей. Хидио оған өкініп, оны бақылап жүруді шешеді, және тек толық айналғанда ғана атып тастайды. Ол өзін-өз мангасының батыры ретінде елестетеді. Ол алға, Фудзиямаға қарай оны қорғап жүреді. Бірақ келетін нәрсе әрқашан келеді. Көп ұзамай Хирами айналу белгілерін көрсете бастайды. Бүкіл денесі құрысып жатады. Хидио үрейленіп қашады. Жолда ол ағаш кесушіні көріп көмек сұрап жүгіреді. Ағаш кесуші зомби. Хидио құлатылады және мылтығын жоғалтады. Бітетіндей болғанда Хирами пайда болады. Бір жеңіл соққымен зомби ұшып кетеді. Олар таңғалады. Ол зомби ме, әлде адам ба? Ол жартылай айналған, бірақ әлі де оған жұмсақ. Оның адамдық ұшқыны әлі бар. Хидио кетуді ойлайды, бірақ ол оған шыбында өлтірмейтіндей қарайды. Оны тастап кете алмайды. Бірнеше күндік саяхаттан кейін олар Фудзияма етегіне жақын кіші қалашыққа жетеді. Жер қираған, күйген денелер барлық жерде. Қорлар іздеп жүргенде Хидио ешқайдан секіріп шыққан зомбиге құлатылады. Дәл уақытында Аби есімді тірі қалған адам пайда болып, оны құтқарады. Топтағы тірі қалғандар тобы жақын жерде. Зомби басталады. Барлығы қауіпсіз аймаққа қайтуы керек. Хидио топқа қосылуды шешеді. Апокалипсисте сан күш. Бірақ зомбилер тым көп, қарулар тым әлсіз. Бірнеше тірі қалғандар бірнеше секундта құлайды. Қашу мүмкін емес сияқты. Содан зомбилер кенет шабуылды тоқтатады. Төбедегі тірі қалғандар заттарды қатты ұрып, зомбилердің назарын аударады. Терезе ашылады. Қалғандары есіктен өтіп, қауіпсіз төбеге шығады. Бұл төбе тірі қалғандардың қауіпсіз аймағы, адамдарға толы. Көсемі Санго есімді адам. Бетінде тыныштықты сақтайды, бірақ шын мәнінде билікті ғана ойлайды. Оның көзі Хидионың мылтығына түседі. Бірден қайтарып алады. Барлығы орнығып болған соң Хидио төбедегі таңғаларлық зомбилерді байқайды. Адам түсіндіреді. Бұлар ерекше жұқтырғандар. Олардың айналғанға дейінгі құмарлықтары соншалық күшті болған, қазір зомби болса да сол әрекеттерін жалғастырады. Төбе жақсы баспана, бірақ қорлар таусылады. Топ жақын маңдағы сауда орталығына қор іздеуге баруды шешеді. Санго Хидионың мылтығын талап етеді. Хидио бірден бас тартады. Зомби апокалипсисінде қаруың өмірің. Ол еш нәрсеге бермейді. Бас тарту Сангоны ашуландырады. Олар Хирамиді ұстап кепілге алады. Бірақ олар білмейді. Хирами ойнауға болмайтын адам. Ол адамды төбенің арғы жағына жеңіл лақтырып тастайды. Хидио оны ұстап тұрады, бірақ оның көздері өзгеріп, айналу белгілері көрінеді. Барлығы үрейленеді. Санго оны арбалетпен атады. Басқалары сол сәтте Хидионың мылтығын ұрлап, оны ұрып соғады. Бірақ Санго мылтыққа қол созғанда Хирами оны өз қолына алады. Осы сәттен бастап Хирами нағыз бастық. Санго ашуланғанымен ештеңе айтуға бата алмайды. Хирамидің жарақаттары онша ауыр емес болып шығады. Жоспар бойынша олар сауда орталығына қор іздеуге барады. Кейбіреулер зомбилерді алаңдату үшін төбеде қалады, қалғандары ішке кіреді. Олар сауда орталығына тез жетеді. Іші қараңғы. Санго топтан тыныш кетіп қалады. Жарықтар жанады. Олар қойманы табады. Қорлар барлық жерде. Топ қуанады. Бірақ ешкім Сангоның артынан әрекет еткенін білмейді. Олар жүктеуді бастағанда сауда орталығының динамик жүйесі кенет жұмыс істей бастайды. Санго өз жоспарын іске асырып жатыр, зомбилерді тікелей шақырып жатыр. Барлығы бірден үрейленеді.
Алғашқы зомби пайда болып, бірін тістеп алады. Шу бүкіл топты тартады. Барлығы қашуға тырысады, бірақ ешқайда барар жер жоқ. Зомбилер барлық жақтан. Хидио мылтықты көтеріп, бірнеше рет атады. Бірақ ешқайсысы маңызды жерге тиген жоқ. Қашу кезінде тағы да тірі қалғандар құлайды. Санго мұның бәрін қауіпсіздік камераларынан бақылап, әлі де қанағаттанбайды. Ол қаладағы зомбилерді шақырады, барлығын өлтіргісі келеді. Хидио уақытында шыға алмайды. Ол шкафтың ішіне жасырынады. Осы кезде төбе құлап жатыр. Биіктікке секіруші зомби Шудың арқасында жынданып жүр. Ол жүгіріп, секіріп төбеге қарай ұшады. Бұл жолы ол шынымен жетеді. Ябу артына бұрылып, қорқынышты түске кіреді. Биік секіруші зомби толық қырғынға кіріседі. Төбедегі барлығы жойылады. Тек Ябу мен Хироми ғана тірі қалады. Ябу үрейленіп, рациямен көмек сұрайды. Хидио шкафтан естиді, бірақ өзі әрең тұр. Ол әрбір сценарийді ойында ойнайды. Әрқайсысы жаман аяқталады. Ол айнаға қарап, өзімен күреседі. Оның батыр болуға күші жетеді ме? Дәл ол қозғалуға батылдық жинап жатқанда, зомби қараңғыдан ұмтылып қолын тістейді. Хаоста Хидио өрт сөндіргішті алып, оны ұрып тастайды. Ол демалып, өзін тексереді. Жұқтырмаған. Сағаты тістеген. Хидио рацияға қайта шығып, Ябуға жолда екенін айтады. Ол дайындалып тұраққа шығады және күріш қапшығымен зомби тобын жояды. Жолда ұрланған мылтығында қайтарып алады. Екінші жақта Ябу өлімді күтіп отырған жоқ. Ол Хирамиді арқасына алып, шығу жолын іздеп, сауда орталығының ішіне тереңірек кіреді. Содан Санго көлеңкеден шығады. Ол машина кілттерін көтереді және екеуін де шығара алады дейді. Ябу сенбей-ақ ереді. Содан оның қолынан қан тамшылап жатқанын байқайды. Ол тістелген. Айналып жатыр. Ябу Хирамиді алып, ойланбастан қашады. Санго оларды қуады. Хирамиді көтеріп жүрген ол Ябудан жылдам. Ол жақындап келеді. Дәл сол кезде алдарынан Хидио пайда болып, Сангоны бірден құлатады. Үшеуі шығуға бет алады да, шығардағы Юроға тіке келеді. Ол әлі тірі. Сыртта Абусан топпен зомбилердің артынан жүгіріп келеді. Олар екінші жақтан айналып өтуге тырысады, ол жақта жабық. Олар толық қоршалған. Шығу жолы жоқ. Хидио оқ дәріні тексереді, 100 оқтан аз. Хирами тез әлсіреп барады. Ең қажет кезде бәрі оған байланысты. Хирами оған қолдау сөз айтады. Хидио іске кіріседі. Ол топтың ортасына тұрып, солға оңға ата бастайды. Бір оқ бір зомби. Келесі оқ келесі. Гильзалар ұшады. Ол оқты қайта салып, бір сәтте тоқтамайды. Басқалары оны көріп қосылады. Қазірде қоршалғанбыз, бәрібір соңына дейін күресеміз. Қаруы жоқтар қолдармен кіреді. Үлкен зомби оған ұмтылады. Хидио басын ұшырады, бірақ ол әлі келеді. Ол оқты қайта салуға тырысқанда астына қысылады. Тағы бір зомби үстіне секіреді. Содан оның сағаты тағы да құтқарады. Ол соққының күшімен босап, зомбиді итеріп жібереді. Қалың ұрыста Абусан мен Иора екеуі де құлайды. Бірақ зомби саны азайып келеді. Хидио сағатын шешіп тастап, соңғы ұрысқа дайындалады. Ол толық туннелдік көріністе. Бірде бір оқ бос кетпейді. Соңғы зомби құлайды. Ол демалады. Бірақ кетуге дайын тұрғанда жоғарыдан көлеңке түседі. Биік секіруші зомби төбені бұзып өткен сол. Хидионың беті бозарады. Ол қарапайым зомби емес екенін біледі. Қолы дірілдеп, соңғы екі оқталады. Зомби ұмтылады. Хидио оқ атады, бірақ маңызды жерге тимейді. Зомби қайта тұрады. Хидио демін ішіне алып, соңғы оқты дәлдеп атады. Зомби оқ жаудырып, бұрылып тұр. Оқ өтпейді. Оқ дәрі таусылды. Хидио мүлдем қатып қалады. Зомби қайта ұмтылуға дайын. Ол айнала қарап, жерде бір жалғыз оқ жатқанын көреді. Екеуі де бір мезгілде ұмтылады. Ең соңғы сәтте Хидио бірінші жетіп оқ атады. Ол бітті деп ойлайды.
Зомби қайта тұрып, Хирами мен Ябуға қарайды. Хидио бар күшін жинап